Баршаңызға сәлем. Бүгін екі ғана заттан жасалатын крабовые палочки жасаймыз. Ол өте тойымды және дәмді болып келеді. Жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамызды жарып алып, жақсылап араластырып, крабымыздың сыртын ашып алып, осы жұмыртқаға батырып, қызып тұрған майда қуырамыз. Крабымыз дайын болды. Астарымыз дәмді болсын. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.